Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басында еліме күйетін. Не десе де бүгін азаттың етпегенмеске, кешкен азаттың айтар жерім бар, жерде елім бар, елде ерім бар, шүкір мен де бір қазақтың. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басында еліме күйетін. Өзің ойлашы, мынау ғаламда рухы болмаса, адам ба, көкте сөңкармыз, жерде тұлпармыз, елге сұлтанбыз біздер бұл бейбіт заманда. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басында еліме күйетін. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басында еліме күйетін. Шербетін жаулаған ажады бар бабам, қазақта ұл болсам ұлылықтың ағамын. Осындай керемет залдың ашылуына баршаны шын жүрегімнен құттықтаймын. Әсіресе осының жаңа залдың осындай жағдайға келуіне өздерінің үлкен көмегін тигізген Қазақстан Республикасы ауған атлетика федерациясының оның президенті Жанат Түсіпбековке, бүгін келіп отырған сол кісінің жаңағы атқарушы директоры Алдияр Жұмабекұлына бүкіл біздің алғысымыз шексіз. Және де мына осы Арыс қаласында білесіздер, біздің қазақтан шыққан тұңғыш қазақтың қызы Қаратоғын Ақтешіне өзінің қарындасымыз Жазира қасым Затөрмені білесіздер. Мына осы тренері біздің Қарабай Бежердің. Бұлар уақытында білесіздер қандай залдар айналысып, қандай залдар шыққан. Міне бүгінгі осы енді осындай үлкен керемет залдан біздің Арыс қаласынан бұлақтың көзін аштайды ғой. Бұлақ тұр. Енді ары қарай осы қаласа, осы елден, Арыс елінен біздің қазақтың аты шығатын әлемнің олимпиаданың чемпионы шығады деп ойлаймын. Сондай үлкен табыс тілеймін. Рахмет. Сегодня хочу поздравить всех арысцев с таким знаменательным событием по поводу открытия зала в этом городе. Мы надеемся, что этот зал принесет много талантливых атлетов. В будущем отсюда будут призеры чемпионатов мира, Азии, Олимпиады. Хочется пожелать, чтобы все дети этого города имели такую возможность приходить, заниматься залом, ну и в целом заниматься спортом. Большое спасибо, я хочу большую огромную благодарность выразить нашим тренерам, которые на протяжении стольких лет занимаются таким благородным делом, ну и продолжают, продолжает ваше дело. Хочу поблагодарить вас всех, ну и еще раз поздравляю. Енді қай жетістен бой мынандай зал ашылып отырғаны жүрегім түршігіп, шекара құтты болсын залымыз, Құдай қаласа менен де мықты болсын спортсмендеріміз, чемпиондар шыға берсін. Осы тяжелый атлетика федерациясына үлкен алғысымды білдіремін.
енді үлкейе берсін 17 жылда деген табысымыз осы. Бұрында мен кішкентай кезімде жаңағыдай шекараға дейінде өзімнің үйімде істеген мынандай зал ашқанына үлкен алғысым деген өте керемет. Мына құрметті ұстаздар, құрметті мына федерация мүшелері, сіздерге көп рахмет айтарға сөзім жетпей. Мына қиналып тұрғанда қол ұшын берген өмірі ұмытылмай, мына Құда қаласа Қазақстан туын көтеруге өзінің бар күшімді атсалсам, барын іздемесін мына жазира жолын ашып берді. Арыста зайын шетелінде көп. Одан бар жерге барсаң, мектеп барсаң, жазираның тренері келді, сонымен еріп жүре береді. Қазір ойламаңыздар, оқушылар деп. Қазір Арыстың жағдай осындай уақытта бәрі демалып жатыр, басқа жағы кетті. Ол президентімізге рахмет, барлық осы спортқа көмектесіп жатқан. Федерация такой сделала подарок. Я тоже сюда не мог не приехать, потому что я работал директором школы. И вот в Зачаке, когда я его принимал на работу, я верил, что отсюда могут талантливые спортсмены. И вот как, Жапаркуль Жазира именно начинала вместе с тренером. И я еще хочу выразить благодарность нашей федерации. Сколько проделали, не один зал отремонтировали, уже 10 залов отремонтировали по всему Казахстану. На следующий год еще будут делать ремонт. И это большое вообще, я не знаю, слов даже нет, что проделала наша федерация. Спасибо огромное. И это благодаря нашему президенту Жанату Рашидовичу Субекову. Это благодаря ему и ребятам федерации. Спасибо большое. Көп кетіп қалғаны бар оқуға, бірінші разряды бар, мастері бар, қыздары бар, балдары бар, олардың көбісі кетті. Ең мықты атақтысы Жапарқұл Жазира болды. Ол 2000 менің қолымда 6 жыл, 7 жылда жемес етті, мен арғырай облысқа бердім. 10 жылы Сингапурға жастар арасында олимпиада чемпион болды, жасөспірімде олимпиада болған сонда болды, сонда чемпион болды. Онан кейін барып взрослыйға өтті. Онан кейін Америкаға барды, Гватемалада, сонда онда чемпион мира болды. Онан кейін Азия чемпионы болды. Келіп, 14 жылы күміс жүлдегер болды олимпиада. Ал Қазақстанда чемпионат Қазақстан болды, ода 14 жылы чемпион болды. Федерация тяжелой атлетикасынан солардың көмегімен міне осындай мынау екі комплект штанга берді. Мужской, женский, біреу ер бар, біреу қыздардікі, оның кейін бір белтемір, тағы қыздардың белтемір. Оның бәрін дайындап әкеп берді. Бүгінгі таңда енді 20 мен 15-тің арасында 20-дай бар енді. Конкретно айтқанда, аналар кетіп келетін, былай келетін. Енді проблема жоқ, оқушы жоғы бар деп, оқушылар табам. Себебі басқа неге қарағанда Жазира Жапарқұл осы арыстық болғасын, соның несі ақ жетіп атыр маған. Мен барсам болды, Жазираның тренер ағай дейді, мен жазылам дейді. Оның бәрі бірдей көтере бермейді, ішінен таңдап аламыз. Енді Құда қаласа мынау Қостанайда Қазақстан болады, Қостанайда 2004-тен басталып, төмен. Соған барадау деп отырмын, соны әлі оны соған дайындаламыз. Осы арада инвентарымыз бар, возможность бар бәрі. Облысты өткіземіз, Құда қаласа. Бәрін, жағдайдың бәрін реттейміз, енді қолда барын көрсету керек қой. Сіздер білесіздер, енді биыл біздің жастарымызға нәтижелеріне Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы осы жылдың жастар жылы деп жарияланған.
Ал федерация біздің жастар атлеттерімізді қолдану үшін жас қуат бағдарламаны іске қосты. Осы бағдарлама бойынша біздің еліміздің әр аймақтарынан 5 тарамды атлеттер стипендия алып жатыр. Сондай-ақ еліміздің 10 ауыр атлетикасының залында жаңарту және мүкәммалды ауыстыру жұмыстары өткізілген. Енді бүгін осы арыстың залын ашып отырмыз. Баршаңызды осы қуанышты сәтпен құттықтаймын. Біздің атлеттерімізге табыс тілеймін. Енді осы залдан мүмкін болашақта олимпиадалық чемпион шығып кетуі мүмкін.